Алтын құрсақты анам мені дүниеге алып келген үшін әрине әуелі Алла, екінші анама алғысым шексіз. Осы анам осында менің осы залда отыр. Жаңа айтып өтті ғой, 11-дің ең кенжесі деп. Осында 11-імізді Алла қаласа осында шығармыз. 11-і да келген шығар, бірақ бүгін барлығы келді ғой деп ойлаймын. Кішкене орындарыңыздан тұрып қойсаңыздар да болады. Сіздерді ел көрсін. Аллаға шүкір. Нұрбол. Мен осыншама бауырым бар, осыншама бауырларым бар, әуелі Аллаға, сосын анама алғысым шексіз. Анашым, бақытты болыңыз, біз сізбен бақытты болайық. Сонымен қатар бүгін өмірден өткен әкемнің да туылған күні. Осы концертті 14-не қоям ғой деп ойлаған ем, осындағы біздің директорымыз Нұрсат ағайымыз 15-не қой деп айтқан кезде өзім ештеңеге мән берген жоқтығым. Алай дүлей бола ма екен, болмас па екен, оразаның қарсаңы деп. Сөйтсем сол Нұрсат ағайымыздың да Алла аузына салған екен, ол кісіге де рахмет. Кейін ойланып, үйде жатып ойланып қарасам, бүгін менің әкемнің туылған күні. Айтады ғой, ата-ананы қадірле. Қанша мықты болып тұрсаң да, ата-анаңды қадірле деп. Бірінші сол, қандай жақсылық біреуге жасағымыз келіп тұрса да, әуелі өз ата-анаңа жасасаң, кейін ешқашанда кешіктім деп ойламайды екенсің. Бірақ қанша ата-анаңа қанша жақсылық жасасаң да, бәрібір аздық етеді. Біз сіздерге, аналар, әкелер, біз сіздерге осындай жақсылықтар жасап жүре берейік. Ұл-қыздарыңыз сіздерді қуантып жүре берсін, осындай қуанышқа бөленіп жүре беріңіздер. Мақпал, рахмет. Мақпал Жүнісова әпшеміздің постында қаншама, мені салған кезде қаншама сұрақтар келген. Сол кезде өз басым оқығам. Неге осы қызға ән бермейді? Композитор сымақтар неге осы қызға ән бермейді дегенде жазғандарды оқып, бірақ бүгін да сол маған ән берген композиторларды орындарынан тұрғызып қойғым келеді. Қазір осында ата-ананың қадірі деген әнді орындап берейін. Сол ата-ананың қадірін жазған Бекмұрат ініміз, сөзін жазған Бекмұрат ініміз осында шығар. Бар болса тұрып қойса да болады. Жақып Спатаев ағамыз бар. Сол кісілердің термелерін қазір сіздерге ата-ананың қадір деген термені орындап берейін. Барынша енді. Қабыл алыңыздар. Қадірлі ата-анаңды тірісінде, бірін бақ, бірін байлық ырысымде, алдында ата-ананың бағаланбас, алтынды гауһар, жауһар күмісіңде. Анаңда аялай біл ақ сүт берген, төрт бөліп тәтті ұйқысын түн ішінде, әкеден қарғыс емес алғыс алсын, жұмақтың жүрем десең кім ішінде. Байлап бақ ата-анаңды жынды болса, бұл нақыл үлгі қыз бен ұл үшінде. Себебі дайын олар бастан-ақ, бала деп отқа түсіп ұшуге. Термелеп сөз айтайын саналығып, бұрынғы өлмесін деп баба мұра. Абайлап ата-анаңыз налымасын, қарайла қайға алмасын қабағына. Ұрпаққа ұлағатты болғын келсе, сыйлағын әкеңді де анаңды да. Атаңа не жасасаң алдыңа сол, келеді деген мәтел бағалы да.
аялап алақанға сап өтпесең, жәннаттың иісі бармас қанауыңа. Ғаламның ғаламатын жиып терсең, анаңның таты майдау табанына. Ғаламның ғаламатын жиып терсең, анаңның таты майдау табанына. Жамағат жақсы білер жұма барған, өмірде артық жан жоқ анаңнан. Анаңды сыйла деген пайғамбарда, қолына қасиеттау Құран алған. Тіріде төбеңізге көтеріп жүр, шуақ болып шапағаты шығар алдан. Жатыр ғой күні бөткен күнде кетіп, құтылмас ешкім қашып сума жалдан. Сан соғып қалмағайсың асылдарды, басыңнан көшкен шақтайы мұна жалған. Орыны ойсырағым тұла қоймас, жеті күн жер бауырлап жылағаннан. Өсет айтам жайсаң мен жамағатқа, керегін алар әркім саралапта. Қараусыз қалдырып жүр ата-анасын, кейбіреу жеткеннен соң балағатқа. Күнәсін Құдай оның кешірмеген, қалған соңнадан дейтін жаманатқа. Әлпештеп жүргендер бар ата-анасын, қайтейін қарашындау қаралапта. Солардың барлығына тәубе деймін, бақыттың басы дайым қанағатта. Ағайын ата-ананы ардақтайық, сай болып адам дейтін саналатқа. Ағайын ата-ананы ардақтайық, сай болып адам дейтін саналатқа. Рахмет. Шапалақтарыңызға рахмет, келгендеріңізге де рахмет. Әрине енді. Әрине енді бар жақсылықты сол анамызға жасауға тырысып жатырмыз. Әрине әкеміз тірі болғанда екеуіне де бірдей жасар едік. Әрине Аллаға керек болғасын алады ғой. Жаңа шешем анам айтып кетті ғой, армандайтын, бірақ сол әкемнің ізін артында біз бармыз, бауырларым бар, анам бар, бұған да Аллаға шүкір. Келесі орындалатынан Майлықожа атамыздың термесі адамның бір қызығы бала деген. Қабыл алыңыздар. Адамның бір қызығы айқын бала деген, баланы бәлпештейді ана деген. Тұрмышта құдынeye жиған менен бір
ұтылмайсың айқын қашандағы әкеңнен арыстандай ассаңдағы алладан шыныменен жарлық келсе жұлдызда жерге түседі аспандағы жұлдызда жерге түседі аспандағы өлімнен құтылмайсың айқын қашандағы әкеңнен арыстандай ассаңдағы алладан шыныменен жарлық келсе жұлдызда жерге түседі аспандағы жұлдызда жерге түседі аспандағы қартайса жақсы адам айқын дана болар қосылған жеті өзеннің сағасында қартайса жаман адам жар жақ болады ағаштың жанбай қалған шаласындай ағаштың жанбай қалған шаласындай қартайса жаман адам жар жақ болады ағаштың жанбай қалған шаласындай ағаштың жанбай қалған жанбай қалған шаласындай. Әрине фонограмма айтып атсақ өздеріңіз де байқап жатқан шығарсыздар, қобалжудан кішкене шатасу да болып жатыр. Бір көпілетті екі реттен де айтып жатырмыз. Фонограмма болса бәрін пытырлатып бірінен кейін бірін ұрып шыға берсек болатын еді. Бірақ сол сіздерді концертке келгеннен кейін концерт көргендей болып кетсін деп жатырмыз ағайын. Жібере қойыңызшы, жібере қойыңыз. Келе қой, алдынан келе қой. Жаңа айттық қой, адамның бір қызығы бала деген. Біз осы балдар үшін жүрміз. Мен өзім ең кішкентай кезінде көп күлегеш қыздардың бірі болатын. 11-дің кенжесі болғаннан кейін ерке болатынмын. 12 жасымда, 12 сол 13 жасымда анам әкемізден қалған кезі. Ол кезде біз баламыз ештеңені ойламаймыз. Бір дастархан басында қатты күліп қойған болуы мүмкін. Даусымды шығарып, сонда анамның айтқаны: өзім күліп өспеген соң, бос күлкіні ұнатпайым бір түрлі деп. Бұл сөзді мен жазбағанмын, Мұқағали атаң жазған деді. Сол Мұқағали атамның кітабын ашып қарасам, ішінде «Тоқта балам, атаң келеді артыңда» деген термеде сол сөз бар екен. Ақылың айыр баста күлкіңді, қайтесің сол күлкі деген шіркінді. Өзім күліп өспеген соң, бос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі деп. Сол термені енді орындап берейін, қабыл алыңыздар. Тоқта балам, атаң келеді артыңда, дария шалқар даналығын алтында. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбастап қала алмай жүр алдыңда. Жүзе жүріп жүз құбылған сағымға, жастық дейтін көктемімнің шағында. Өскен едік сенің анаң екеуміз, осы қардың әбелеген бағында. Қардың
айлайтын біз ентегін, тыңдайтын біз балуан ертегін. Жинап алып жүруші еді жарықты қылаудан тентең мен сентең. Ақылыңа айырбаста күлкіңді, қайтесің сол күлкі деген шіркінді. Бейқам күліп өспеген соңы көз басым, бос күлкіні ұнатпаймын бір түрді. Тоқта балам, атам келеді артында, дария шалқардан алығын алдында. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбасам қала алмай жүр алдыңда. Тоқта балам, атаң келеді артыңда. Ал енді ойлап жатқан шығарсыздар, ылғи терме айтты ғой, махаббат жайында ән айтпай ма деп. Ол махаббат жайында да бір ән айтып берейін. Бәрімізде махаббат деген болған ғой, әлі де бар шығар десең де. Сол Елена Әбдіхалықова әпшеміздің әні «Махаббат әлдей» деген әнді сіздердің құрметтеріңізге тарту еткіміз келіп тұр. Сол әнді орындап берейін. Көріңіздер енді, мен махаббат жайында ән қалай орындайтынымды, бірақ махаббаттан гөрі термелер көп жақын байқап жатқан шығарсыздар. Бірақ қазір терменді айтатын адам азайып қалды ғой. Құлақтарыңыз кішкене шөлдеп қалған шығар деп айтып жатырмын термелердің бәрін. Болмаса, қазіргі әншілер құсап бәрін фонограммамен ұрып шыға берсем де болады. Деп бір мақтанып қояйыншы десең. Жұмып кейде жанарыңда мың сіңген, кездескендей арман аттап ұтылсынмен. Ту сыртымдан өткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген. Ту сыртымдан өткенде самал жел, елеңдеймін сен шығарды бүкірсінген. Ашық жанның басындағы қал бөлек, ғашық жанды тербететін ән керек. Жаңбыр жауса тұрсығынан оянам, іздеп келіп есі қаққан сен бедіп. Жаңбыр жауса тұрсығынан оянам, іздеп келіп есі қаққан сен бедіп. Сырын тапса айтады екен тастамын, керегі жоқ басқаның. Алақанын аялайтын тарақтап, тым болмасам болмаппын ау шаштарың. Алақанын аялайтын тарақтап, тым болмасам болмаппын ау шаштарың. Мына жалған дүние шіркін өткінші, аз ғұмырда көп қуанып өткінші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
ғашық болып өтсінші. Ал енді қазіргі орындалайын деп тұрған ән. Осындағы біреулеріңіз білетін шығарсыздар, біреулеріңіз білмейсіздер. Енді бұл кісіні өнердегі менің ағам болып келеді. Тілмен жеткізу мен үшін менен рұқсат, мынандай кішкентайлар келгенде жіберіңіздерші. Болады ғой да? Бола ма? Бұл кісіні әрине мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын, бірақ өздеріңіз көрерсіздер. Аңсар деген менің өнердегі ағам бар. Сол Аңсар ағамызды ортаға шақырайын, Мұхтар аға екеуін. Қош келдіңіздер. Аңсар ағамызбен бірге орындалайын деп тұрған ән. Бұл әнді өзі көпте айтқан жоқпыз. Осы Аңсар ағаммен бірге осы әнді орындағанды жөн көрдім. Қаздар қайтқанда деген әнді. Білетіндеріңіз болса кішкене қосылып отырсаңыздар болады. Көк жүзіндей барады қаздар қайтып, күндер солай өтеді шалқып-шалқып, сағыныш қай, сарыла жапырақтар, жолында жатқан балқып, сағыныш қай, сарыла жапырақтар, жасылықтың жолында жатқан балқып. Аққайыңдар қалады дір-дір етіп, жанымызды бір кезде күлдіретіп, жазғы бақта таулайды жапырақтар, өз өмірін соңғы рет бір жүретіп, жазғы бақтай саулайды жапырақтар, өз өмірін соңғы рет бір жүретіп. Жапырақтарымыз жетпей жатыр.